Неге кейбір адамдар 8 сағат ұйықтаса да шаршап жүреді? Сапалы ұйқы адамның физикалық және психикалық денсаулығының кепілі. Ұйқы кезінде ағза қалпына келіп, мидың жұмыс қабілеті артады. Егер түнгі ұйқы тыныш болмаса, күндізгі көңіл-күй, зейін, жұмыс қабілеті төмендейді. Сондықтан жақсы ұйқы үшін белгілі бір әдеттерді қалыптастыру қажет. Назарларыңызға ұйқының сапасын жақсартуға көмектесетін тиімді кеңестерді ұсынамыз. Бірінші, ұйқы режимін сақтау. Тұрақты ұйқы режимін ұстану денсаулықты жақсартудың ең оңай жолы. Әр күнде бір уақытта ұйықтап, бір уақытта ояныңыз. Бұл ағзадағы биологиялық ырғақты реттейді. Демалыс күндері де ұйқы уақытын өзгертпеуге тырысыңыз. Түнде 7-8 сағат ұйықтау ең оңтайлы уақыт. Екінші, жайлы ұйқы ортасын жасаңыз. Ұйқының сапасы ұйықтайтын орныңыздың жайлылығына тікелей байланысты. Бөлме температурасы 16-20 градус шамасында болғаны дұрыс. Жарық. Бөлме қараңғы болу керек. Артық жарық мелатонин гормонының бөлінуін тежейді. Шуды азайтыңыз немесе құлаққап қолданыңыз. Төсек орын, жайлы матрас пен жастық ұйқыны жақсартады. Үшінші, ұйқыға дейінгі әдеттерді реттеу. Түнгі ұйқы тыныш болуы үшін кешкі уақыттағы әдеттеріңізге назар аударыңыз. Экран уақыты. Ұйқыға 1-2 сағат қалғанда телефон, компьютер, теледидар қолданбауға тырысыңыз. Электронды құрылғылардың көгілдір жарығы ұйқы гормоны мелатониннің бөлінуіне кедергі келтіреді. Кофеин мен никотиннен аулақ болыңыз. Бұл заттар жүйке жүйесін қоздырып, ұйқыға кедергі жасайды. Жеңіл кешкі ас. Кешкі асты ұйқыға 2-3 сағат қалғанда жеңіл әрі аз мөлшерде ішіңіз. Төртінші, релаксация әдістерін қолданыңыз. Ұйқыға дайындалу үшін дене мен ойды босаңсыту маңызды. Медитация немесе тыныс алу жаттығулары стрессті азайтып, ойыңызды тыныштандырады. Жылы душ немесе ванна. Бұл әдіс денеңізді босаңсытып, ұйқыға жеңіл кетуге көмектеседі. Кітап оқу. Ұйқыға дейін кітап оқу жүйке жүйесін тыныштандырады. Төртінші, дене белсенділігі. Күнделікті физикалық белсенділік ұйқы сапасын жақсартады. Алайда кешкі уақытта тым қарқынды жаттығулар жасамаңыз. Бұл керісінше ұйқыға кедергі келтіруі мүмкін. Жаяу жүру немесе йога. Кешкі уақыттағы ең пайдалы жаттығу түрлері. Алтыншы, стрессті азайту. Көп жағдайда мазасыз ұйқының себебі стресс пен уайым. Күніңізді жоспарлап, маңызды істерді алдын ала орындаңыз. Жеке күнделік жүргізіп, ойларыңызды қағаз бетіне түсіріңіз. Бұл ойыңызды жеңілдетіп, ұйқыға дайындық жасайды. Жетінші, шөп шайлары мен табиғи құралдар қолданыңыз. Кейбір табиғи өнімдер ұйқыны жақсартады. Шөп шайлары, ромашка, мелисса, жалбыз қосылған шайлар тыныштандырады. Бал қосылған жылы сүт. Жұмсақ седативті әсер беріп ұйқыны жеңілдетеді. Түнгі ұйқының сапасы жалпы денсаулықтың айнасы. Оны жақсарту үшін дұрыс режимді қалыптастырып, ұйқыға дейінгі әдеттерді өзгерту жеткілікті. Егер аталған кеңестерден нәтиже шықпаса, немесе ұйқысыздық ұзақ уақыт созылса, дәрігерден кеңес алғаныңыз дұрыс. Тыныш ұйқы денсаулық пен ұзақ өмірдің негізі. Ұйқыңыз тыныш болсын, деніңіз сау болсын. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Видео пайдалы болса, тіркеліп, лайк басыңыз.